Hello, dear pupils. Today we are going to talk about the summative assessment for the unit Creativity Term 3. Оқушылар, біз бүгін 3-ші тоқсандағы Creativity деген бөлім бойынша жиынтық бағалауды талдайтын боламыз. Бізде бұл бөлім бойынша жиынтық 2 тапсырмадан тұрады. Listening and speaking, яғни біріншісі тыңдалым, екіншісі бізде speaking, яғни айтылым. Listening бірінші тыңдалымда бізге мынандай текст беріп тұр, тыңдап, осыдан мына қоршалған сөздерді қой деп тұр, 6 сөзді. Біз бұны қазір тыңдамай-ақ логикамен қойсақ та болады. Spring көктем, a wall қабырға, autumn күз, winter қыс, a lovely garden, яғни бір сүйікті бақшасы болған, a whole тесік. The giant has got, үлкен гигантке, үлкен дәу, яғни has got a lovely garden. Біріншіне lovely garden'ды қоямыз. Мен қазір соңынан толықтай көрсетемін. The children want to play in the garden, but the giant is selfish. Балалар бұл бақшада ойнағысы келді, бірақ дәу өте өзімшіл. It is my garden, he says. Бұл менің бақшам, дейді ол. I don't want the children here. Мен бұл жерде балалар жүргенін қаламаймын. He builds around the garden. Бұл жерге a wall-ды қоямыз. Мына сөзді a wall. Яғни, ол сол жерге қабырға, қоршау салып тастады. In spring, there are no flowers or birds in the giant's garden. Көктем басталғанда, сол бақшада ешқандай гүл немесе құстар болған жоқ. It is winter all year. Бұл жерде үнемі қыс болды. Winter. The giant isn't happy. Сондықтан дәу бақытты болмады. Then one day the children find in the wall. Бір күні балалар не тауып алады? Тесік тауып алады. A hole. They go in and play. Сөйтіп кіріп алып қайттан ойнады. The giant hears children in his garden. Яғни дәу сол балаларды естіп қалды. There are no birds and flowers too. Яғни тағы да бұл жерде ешқандай гүлдер мен құстар болмады. The giant is happy because it's spring again. Енді бұл spring қоямыз, яғни көктем. Қайтадан көктем орнады. This is your garden now, children, he says. Бұл сендердің де бақшаларың. The children are happy and the giant is not selfish. Балалар да бақытты, дәу де өте өзімшіл болған жоқ. Мінеке, бірінші a lovely garden, екіншісі a wall, үшінші winter, төртінші a hole, бесінші spring. Енді екінші тапсырмада бізде speaking, яғни ол айтылым, яғни әуелі жазып аламыз, айту үшін. Яғни мультфильмде туралы айт деп тұр. Бұл кезде мұғалім біздің немізге қарап бағалайды. Answers questions, беріліп тұрған сұрақтарға дұрыс жауап берілді ме? Speaks with grammar accuracy, дұрыс грамматикалық ережені сақтап жазылды ма? Немесе айтылды ма? Expresses opinion using appropriate linking words or in the phrases. Яғни дұрыс сөздер қолданылды ма, тіркестер қолданылды ма, соған қатысты сабақты өткен. Presents accurate pronunciation where minor errors occur. Яғни дұрыс айтылым, және де азырақ қателесу. Present topic related vocabulary. Яғни сол тақырыпқа қатысты сөздерді қолдану. Міне осы 5 критерий арқылы бізді бағалайды. Анаған бірінші тапсырмаға 10 балл, екінші тапсырмаға 10 балл беріледі екен. Кешірім сұрайын, 5 балдан 10 балл беріледі екен барлығы. Speaking task 2. Look at the pictures below. Choose one and answer the following questions. Төмендерге суреттерді қараймыз. Біреуін таңдап, беріліп тұрған сұрақтарға жауап береміз. What do you know about cartoons below? Төмендегі мультфильмдер туралы не білеміз? Speak about one of the cartoons. Беріліп тұрған, яғни бір мультфильм туралы айтайық дейді. Мына сұрақтарға жауап беріп көрейік. Мысалға, Frozen. Мен мына мультикті көрдім,
холодное сердце ма, содағы кейіпкерлерді айтамыз. Why do you like this cartoon? Неге ол мультфильмді жақсы көресің дейді. Енді мен жақсы көремінен бастаймын. I like, дәл солай, яғни сұрақтағыдай жауап. Cartoon because себебі, мен ұнатамын себебі ол қызық, interesting. Who are the main heroes? Яғни негізгі кейіпкерлер кімдер? The main heroes are... Кейіпкерлер бөлшекте бізде екі қыз апалы сіңілі, sisters, немесе аттарын жазсаңдар да болады. Және олардың жігіттері бар, немесе күйеулері бар, husbands, олардың күйеулері, немесе Hans, ананың аты, біреуінің, екіншінің атын ұмытып қалдым. Husbands and dear. Және де бұғы бар, What is this cartoon about? Ол не туралы? This cartoon is about не туралы? Про королевство туралы, about kingdom and және сиқырлы королевалар бар олардың, and magic queen. Which part do you like most and why? Қай жерін жақсы көресің және неге дейді. Ой, мен әшетте нені қалдырып кетіппін, тағы бізде аққала бар, snowman. Қызық жері сол аққала ғой, соны айтақ енді. Which part дегенді біз бірінші жазуымыз керек. Part with snowman, яғни осы аққаламен болатын бөліктер ұнайды, Part with snowman I like most. Ең жақсы ұнататын жерім мінекей осылай. Әр неге сипаттама береміз. Яғни сендердің басқа мультфильмді алсаңдар да, біріншісі солаймен қалады. Екіншісінде the main heroes are дейсіңдер де, келесі мультиктің кейіпкерлерін өзгертіп жазасыңдар, мысалы басқа мультик алсаңдар. This cartoon is about дейсіңдер де, ол не туралы екенін жазасыңдар. Мысалға, ол мысалға сол мұз дәуір туралы мүмкін, мысалға бірінші суретте Ice Age about деп алсаңдар болады. Нешке part with қай жері, немесе бірінші бөлім, екінші бөлім сендер first part, second part деп айтсаңдар да болады. Part with нешке немен, кіммен бөлігі ұнайды саған, қай жер ұнайды деген кетсе, snowmanды өзгертіп, басқа адамның атын қойсаңдар болады. Мінекей осылай, екі бөлімді де талдап шықтық. Нәште мен көрмеген мультиктерде бар екен, сондықтан мен бәріне тоқтала алмай жатырмын. Тағы сұрақтарың болса, комментарийға жазсаңдар болады. Кейбір кезде, бірақ өкінішке орай комментарий өшіріліп қалуы да мүмкін. Яғни ол мен емес, YouTube өшіріп тастауы мүмкін. Сондықтан кешірім сұрайын, алдын ала жекеге каналға мүмкін шығып жазсаңдар да болады. Сұрақтар маған жетсе міндетті түрде жауап беремін, және әлі де осындай жиынтықтарды өткізіп алмас үшін менде тағы да қосымша материалдар болады ағылшынша болашақта. Соларды өткізіп алмас үшін мен каналыма тіркелуді лайк басуды ұмытпаңдар. Hey, goodbye, good luck to you. Сау болыңдар, сендерге сәттілік тілеймін, оқушылар.